Қайырлы күн оқушылар. Бүгін біз көбейту кестесі бойынша сабағымызды бастаймыз. Бүгін көбейту кестесінің екінші сабағында біз үштен кейінгі, яғни өткенде біз екінші және үшінші үш сандарына көбейтуді үйрендік. Енді бүгін 4 санынан 9-ға дейінгі сандарды көбейтуді үйренетін боламыз. Мысалға 14-ті 11-ді 4-ке көбейтейік. 21-ді 4-ке көбейтейік. 31-ді 4-ке көбейтейік. 41-ді 4-ке көбейтейік. 4 жерде 1-ің 4, 4 жерде 1-іміз 4. Бірінші бірлігіне, одан кейін ондығына көбейтеміз. Келесі 4 жердегі 1-іміз 4, 4 жердегі 2-іміз 8. 4 жердегі 1-іміз 4, 4 жердегі 3-іміз 12. 4 жердегі 1-іміз 4, 4 жердегі 4-іміз 16. Міне дәл солай балалар. 5, 6, 7, 8, 9 сандарына дейінгі сандарды дәл осылай екі таңбалы санға көбейтеміз. Екінші турамен көрсеткендей 11 көбейту 4. Бірінші 10-ға көбейтеміз 4-ті. Екінші 4-ке 1-ді көбейтеміз. 10-ды 4-ке көбейтсе 40, қосу 4 жердегі 1-іміз 4, 44. Дәл осылай орындаймыз. Мысалға 21-ді 5-ке көбейтіп көрейік. 5-ке. 20 көбейту 5, қосу 1 көбейту 5. Тең болады. 20-ны 5-ке көбейтсек 100. Оған қосамыз, бір жерде 5-іміз 5. 105. Дәл осылай балалар 4, 5, 6, 7, 8, 9 сандарын дәл осылай бірінші бағандап, екінші мынандай өрнекпен орындап көрсететін боламыз. Екінші, осыны орындап болғаннан кейін балалар міндетті түрде екі бетті жазбаша, екі бетті ауызша орындаймыз. Одан кейін ауызша орындап болғаннан кейін сол видеоны маған жіберуді ұмытпаңдар. Келесі енді біз сол 2-ден басталған сандарды, 9-ға дейінгі сандарды екі таңбалы санға, яғни толық ондықтарға көбейтіп үйренетін боламыз. Мысалға 10-ды көбейтеміз 2-ге. Тең болады 20. Бір жердегі 2-іміз 2, 0-ды артына тіркеп кете береміз. Мысалға 80 көбейту 2. 8 жерде 2-іміз 16, 0-ды тіркейміз. Мысалға 90 көбейту 3. 9 жердегі 3-іміз 27, 0-ды тіркей саламыз. Келесі 70 көбейту 4. Дәл солай бұны да бір бет жаңағы жазбаша орындаймыз, екінші бетті ауызша орындап жіберетін боламыз. 4 жерде 7-іміз 28, 0-ды артына тіркейтін боламыз. Келесі 70 көбейту 8, тең 8 жерде 7-іміз 56, 0-ды артына тіркейміз. Келесі 50 көбейту 5, тең 5 жерде 5-іміз 25, 0-ды артына тіркейтін боламыз. Келесі 90 көбейту 6, 9 жердегі 6-ымыз 54, 0-ды артына тіркей саламыз. Келесі 50 көбейту 3, тең болады. 3 жердегі 5-іміз 15, 150. Дәл осылай бірінші балалар өзімізді қалыптастыру үшін біз жазбаша орындап аламыз. Одан кейін барып ауызша видеоға түсіріп жіберіңдер. Біз әбден өзімізді дағдыландырып алғаннан кейін бізге көбейтуді ауызша орындау оңай болады. Келесі енді 3 таңбалы сандарға өтетін боламыз. 3 таңбалы сандарды ең бірінші 100 санына 2-ні көбейтетін боламыз. Бұл жерде де дәл солай 2-ні 1-ге көбейтеміз. 2, артындағы 0-ды тіркей саламыз. Мысалға 300-ді 3-ке көбейтейік. 3 жердегі 3-іміз 9, артына 0-ды тіркейміз. Дәл солай басқа сандарға көбейткенде де дәл солай балалар. Мысалға 300-ді көбейтеміз 9-ға. 9 жердегі 3-іміз 27, 0-ын тіркейміз. Келесі 500-ді көбейтеміз 7-ге. 7 жердегі 5-іміз 35, 2 0-ды тіркейміз. Дәл осылай балалар ауызша жазбаша орындаймыз бірінші, одан кейін ауызша орындап жіберетін боламыз. Мінекей біз балалар уже бағандап шығардық, өрнектеп шығардық. Мына жерде
Одан кейін біз уже келесі сатыға, яғни ауызша есептеуге келе жатырмыз балалар. Біз бірінші бағандап, екінші өрнектеп шығарып алған кезде біз әбден осы көбейту амалына дағдыланатын боламыз. Одан кейін бізге ауызша орындау оңайға түседі балалар. Енді келесі санды үш таңбалы сандарды көбейтуді әрі қарай жалғастыратын боламыз. Мінекей 0-мен аяқталатын сандарға осылай көбейтуімізге болады. Келесі, енді 332-ге көбейтеміз 6-ны. Бұл жерде де балалар, өткенде қосу кестесінде мен үйретіп кеттім балалар. Бұны баған түрінде де орындасақ болады, немесе осылай өрнек түрінде де орындасақ болады. Бұл жерде мысалға 6 жердегі 2-міз 12, екісін жазамыз, өткенде айтып өткендей бір ондығын ойда қалдырамыз. 6 жердегі 3-міз 18, ойдағы 1-мен 19, тағы да бір ойда. 6 жердегі 3-міз 18, тағы да ойдағымен 19. Мінекей осылай орындаймыз балалар. 332-ні 6-ға көбейтсек 1992. Келесі 397-ні көбейтеміз 9-ға. Тең болады. Бұл жерде де дәл солай. Бірлігінен бастап көбейтеміз. Бірлігін көбейтеміз. Екінші ондығына, үшінші жүздігіне көбейтеміз. 9 жердегі 7-міз 63. Үшін жазамыз 6 ондық ойда. 9 жердегі 9-мыз 81. Ойдағы 6-ны қосамыз. 87. 7-сін жазамыз 8 ойда. 9 жердегі 3-міз 27. 27-ге 8 қоссақ 35. Дәл осылай орындауымызға болады. Келесі балалар, жазбаша орындасақ өзімізге түсінікті болады. Енді жазбаша түрін көрсетейін. 24-ті 4-ге көбейтеміз. Бұл жерде ең бірінші 500-ді көбейтіп аламыз 4-ге. Қосамыз 20-ны көбейтіп аламыз 4-ге. Қосамыз 4-ті 4-ге көбейтеміз. Сонда 500-ді 4-ге көбейтсек 2000. 2000. 20-ны 4-ге көбейтсек 80. 2080. 6-ға көбейтсек 4 жердегі 4-міз 16. 2096. Келесі 326-ны көбейтеміз 5-ге. Тең. 300-ді көбейтеміз 5-ге. Қосамыз 20-ны көбейтеміз 5-ге. Қосамыз 6 көбейту 5. Енді 300-ді 5-ге көбейтсек 1500. Екінші 20-ны 5-ге көбейтсек 100. 1500-ге 100-ді қоссақ 1600. Енді 6 жердегі 5-міз 30. 1630. Мінекей осылай жазбаша орындауымызға болады. Келесі енді 2 таңбалы сандарға көбейтуді үйренейік балалар. Дәл осылай орындап, бірінші өзімізді дағдыландырамыз жазбаша орындап, одан кейін барып ауызша орындауға көшетін боламыз балалар. Ал келесі балалар енді 3 таңбалыны 2 таңбалы санға көбейтуді үйренейік. Мысалы 321-ді көбейтеміз 14-ге. Көбейту үшін балалар әр бір разрядқа жеке-жеке көбейтіп аламыз. Яғни 300 көбейту 10. Енді 10-дығын көбейтеміз. 100-дікті көбейттік, енді 10-дықта. Қосамыз 20 көбейту 10. Келесі, енді бірлік. 1 көбейту 10. Енді қосамыз. 300-ді 10-ға көбейтсек 3000. 20-ны 10-ға көбейтсек 200. 10-ды 1-ге көбейтсек 10. Сонда 3210. Келесі, енді мына 4 бірлігіне көбейтеміз.
321 көбейту 4 тең. Дәл солай балалар. Жүздігіне, ондығына, бірлігіне көбейтеміз. 300 көбейту 4 қосамыз. 20 көбейту 4 қосамыз. 1 көбейту 4 тең болады. 300-ді 4-ке көбейтсек 1200, 20-ны 4-ке көбейтсек 80, 1280, 4 жерде біріміз 4. 1284. Енді екеуін қосамыз. 4, 9, 2, 4. 4294. Неке балалар осылай жазбаша орындаймыз. Өйткені 3 таңбалы санды 2 таңбалы санға көбейткен кезде шатасып кетпеу үшін әр бір разрядқа көбейтіп алатын боламыз. Бірінші бетті осылай жаттығамыз, екінші бетті ауызша орындау кішкене жеңілдей түседі. Келесі балалар, тағы бір өрнектің мәнін тауып көрейік. 3 таңбалы санды 2 таңбалы санға көбейтіп көрелік. 324-ке көбейтейік 23 санын. Тең, бұл жерде де солай, жүздігіне ондығын көбейтіп аламыз. 300 көбейту 20 қосу 20 көбейту 20 қосу 4 көбейту 20. Міне балалар, жүздікке көбейттік, ондыққа, одан кейін бірлікке көбейттік. Тек қана 20 санын. 300-ді 20-ға көбейтсек 6000, 20-ны 20-ға көбейтсек 400, 4 жердегі 20-мыз, яғни 20-ны 4-ке көбейтсек 80. Сонда 6480. 6480. Енді осы 324-ті көбейтеміз 3-ке. Тең. Жүздігіне, ондығына, бірлігіне көбейтіп аламыз. 300 көбейту 3. Қосу 20 көбейту 3. Қосу 4 көбейту 3. Тең болады. 300-ді 3-ке көбейтсек 900, 20-ны 3-ке көбейтсек 60, 4 жердегі үшіміз 12. Сонда 972. 972. Енді қосамыз. 2, 15 бір ойда, 13 ойдағымен 14, бір ойда 6, 7. 7452 шығады. Немесе балалар осындай есептерді бағандап орындауларыңа болады. Бағандап орындасаңдар да, өрнектеп орындасаңдар да өздеріңе тиімді болады балалар. Ең бірінші өзімізді қалыптастыруымыз керек. Яғни осы көбейтуге дағдылануымыз керек. Сонда ауызша орындау бізге жеңілге түседі. Ал балалар, сәттілік. Мен сендерден кері байланыс күтемін. Маған видеоға түсіріп жіберіңдер.